жүргізушінің өмірін қорғау және жол көлік оқиғаларының алдын алу. Көлік жүргізу қауіпсіздігі бойынша іс-қимылды бақылаудың басты мақсаттары осы. Бірден атап өткен жөн, бақылау қорытындылары қандай да бір жаза немесе шара қолдану үшін пайдаланылмай. Бақылау шарасы Қазмұнайгаз өнімдері компаниясы мен мердігер ұйымдардың барлық транспорттық құралдарын қамтиды. Егер мінез-құлықты бақылауға жауапты тұлға жүргізушінің әрекетін қауіпті деп бағаласа, ол еш кідірместен көлікті бірден тоқтату керек. Алайда жүргізушінің жұмысына араласу кезінде мейлінше абай болған жөн. Апатты жағдай туындамауы тиіс. Жұмыс басталардың алдында бақылаушы өзін таныстырып, жүргізушіге бақылау жүргізілетін жайлы ескертуі керек. Процесс сапарға әзірлік кезінен басталады. Бақылау автотранспортты жүргізу уақытында да, жұмыс аяқталғанда да жалғаса береді. Көптеген аспектілер ескерілу керек. Олардың әрқайсысы түсіндірілуі шарт. Ол үшін көлік жүргізу қауіпсіздігі бойынша іс-қимылды бақылауға арналған мынандай карточка жасалды. Зер салыңыз. Бұл құжатта жүргізушінің фамилиясы, аты секілді ешқандай ақпарат көрсетілмейді. Сонымен, сапар алдында жүргізуші автомобильді тексеріп, оның айналасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізуі керек. Көлікке отырған соң, жүргізуші алдымен өзі, кейін жолаушының қауіпсіздік белдігін тағуын қадағалау қажет. Өтініш, қауіпсіздік белдігін тағыңыз. Я, әрине. Кешіріңіз, бірақ жолға шықпас бұрын панельдегі барлық бақылау құралдарын тексеріп алғаныңыз жөн. Иә, әрине. Барлығы дұрыс па? Жүруге рұқсат па? Оны сіз шешесіз. Ендеше кеттік. Сапар барысында бақылаушы келесі факторларға назар аударады. Жүргізуші арадағы қашықтықты сақтай ма? Бұрылу белгісін дер кезінде қоса ма? Озу кезінде және өзге қатарға ауысуда қауіпсіз әрекет ете ме? Жылдамдық режимін сақтай ма? Бұрылыстары мен жаяу жүргіншілер жолында өз-өзін қалай ұстайды? Көлікті тізгіндеу кезінде телефон пайдалана ма? Бұдан бөлек жүргізушінің көлікті тұраққа қою машығына назар аудару керек. Әзірге қауіпсіздік белдігін шешпеңіз. Мен көлікті тұраққа қояйын. Көлікті кейін түзу шығып кететіндей қалдырып кеткенім жөн. Сондықтан артқа шегінгенім дұрыс. Барлығы дұрыс. Қауіпсіздік белдігін қашан шешуге болатынын айтыңыз. Болды, енді қауіпсіздік белдігін шешіп, көліктен шығуға рұқсат. Тек абай болыңыз. Есікті ашпас бұрын терезеге қарап алыңыз. Сапар үшін сізге алғыс айтамын. Тұтастай алғанда, сапар жайлы болды. Өзімді қауіпсіз сезіндім. Алайда, бір маңызды мәселені сізден сұрауым керек. Не себепті сіз баста жолға шығар алдында панельдегі бақылау құралдарын тексермедіңіз? Келсемін, бұл менің қателігім. Мен күнде жол үстіндемін. Сол себепте машинаның техникалық жағдайын жақсы білемін. Барлығы жұмыс істеп тұрғанын хабардамын. Бірақ әрине ереженің аты ереже. Осыдан бұлай әрбір ұсақ-түйекке мұқият боламын. Түсіністік білдіргеніңіз үшін рахмет. Мінеки карточкаңыз. Егер сіздің айтарыңыз болса, мархабат. Жақсы, рахмет. Тағы бір мәрте қайталаймыз. Бұл ақпарат ешқандай тәртіптік шара қолдануды көздемейді. Бұл бақылау сіздің және өзге жолаушылардың қауіпсіздігі үшін жүргізіледі. Сол себепті сәт сапар тілеймін. Аман болыңыз. Сау болыңыз.